Сәлем баршаңызға. Тұрмыста кірсабынды пайдаланудың 12 құпиясы туралы айтатын боламын. Каналға лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазіргі таңда біз кірсабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланатын болдық. Бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы да мол. Мысалға, адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда оны инемен тескілеп, жанымызда ауыртамыз. Осындайда кірсабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге танып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кірсабынмен жууға кеңес береді. Сусабынды пайдаланып болған соң, артынша басты кірсабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып, шашты қайта жусаңыз, шаштың түбін қатайтуға көмектеседі. Оған қоса, таз ауруына шалдыққанда дәрігерлер кірсабынмен жууына кеңес береді. Бетті аптасына 2 рет кірсабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Кірсабынмен жуынғаннан кейін артынан балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғыны кірсабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай, денеңіз сергіп қалады. Сулы беторамалды кірсабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттан күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмауынан айығады. Іріңдеген жараларға сықпа майын жаға бергеннен кірсабынның көмегімен пайдаланған да пайдалы. Ол үшін кірсабынды ірі үккіштен өткізіп, табаға ені 1 см етіп жаймалап салыңыз. Үстіне сабынның көлеміне 2 есе асатындай етіп сүт құйып, әбден қою болғанша баяу отта 1,5 сағат бойы қайнатыңыз. Суыған осы қоспаны жұқалап қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәкемен орап қойсаңыз, жетіп жатыр. 3 күн қайталасаңыз, жараның іріңдеуі қойып, тез жазылып кетеді. Көгерген, жарақаттанған жеріңізді кірсабынмен жусаңыз, жараны асқынуынан және микроб түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2-3 рет жусаңыз жеткілікті. Күйіп қалған жараға сабынды езіп жақсаңыз, ісікті қайтарып, ауырғанын басады. Дәрі-дәрмектен, улы заттардан абайсызда уланғанда, немесе сәбилер металл заттарды жұтып қойғанда, аздап сабын суын ішкізіп, ауруханаға жеткізуден бұрын шұғыл алдын алу шарасын жүргізуге болады. Оны қолдануда көңіл бөлетін тұстар: әсте көп мөлшерде ішкізіп жіберуге болмайды. Таза сабынды жұқа жапырақтап турап, қайнаған жылы суға ертеді. Сосын ересек адамға 300-500 мл, ал балаларға 100-200 мл ішкізсеңіз, улы зат құсықпен бірге түседі. Және металл заттардың асқазанды зақымдануынан сақтана тұруға болады. Ит тістеп алған жағдайда қан тоқтағаннан кейін жараға сабын ерітіндісіне малынған дәкені басыңыз. Құлап қалған жағдайда дереу кірсабынды жағыңыз. Ол көгеруден сақтайды. Ер адамдар қырынғаннан кейін тері тітіркенсе, кірсабынмен сабындап қоюға болады. Көпіршік кебуін күтіп, кепкеннен кейін сумен шайыңыз.